Құрметті SPT олимпиадасының қатысушылары, сіздер үшін дайындалған SPT жауап парағын толтыру жөніндегі нұсқаулыққа назар аударыңыздар. Бірінші, жеке куәлігіңізге сәйкес тегіңізді мұқият толтырыңыз. Одан соң атыңыз бен әкеңіздің атының алғашқы әріптерін белгілеңіз. Екінші, ұялы телефоныңыздың номерін жазыңыз. Үшінші, жеке куәлігіңізге сай жеке сәйкестендіру номеріңізді толтырыңыз. Төртінші, өзіңіз туралы толығырақ ақпарат беретін бөлімді толтырыңыз. Аты жөніңіз, мекен жайыңыз, электронды поштаңыз және телефон номеріңіз. Бесінші, тест кітапшаңызға сәйкес нұсқаңызды белгілеңіз. Тест кітапшаңыздың нұсқасы кітапшаның мұқабасында көрсетілген. Алтыншы, тест орталығыңыздың кодын жазыңыз. Тест орталықтарының коды кітапшаңыздың алғашқы ішкі бетінде көрсетілген. Жетінші, онлайн тіркелу барысында көрсеткен тестілеу тілін белгілеуді ұмытпаңыз. Сегізінші, онлайн тіркелу барысында таңдаған кластеріңізді көрсетіңіз. Назар аударыңыз, мына жағдайларда жауап парағыңыз қате толтырылған деп есептеледі. Бір сұраққа екі жауап белгілеу. Жауапты белгілеп жатқанда бояудың сыртқа шығуы. Жауапты корректормен түзету. Жауап парағын қате толтырған жағдайда нәтиже есептелмейді. Ең соңында өз қолтаңбаңызды қоюды ұмытпаңыз. Егер жауап парағын осы нұсқаулыққа сай толтырсаңыз, жауап парағы дұрыс толтырылған болып есептеледі. Құрметті SPT қатысушылары, сіздерге сәттілік тілейміз.